Сәлем оқушылар, қалайсыздар? Сіздерге бүгін біздің курсқа, яғни 130 плюс пакетіне кіретін диагностика, яғни ИПП жеке оқушының жоспарын қалай жүргізіледі, не болатынын көрсететін боламыз. Жалпы диагностика не болмаса, сіздерге кез келген бір чекап деп жатады, денсаулықты тексеру барысында бірінші сіз барлық заттан анализ тапсырасыз, сосын барып сізге айтады: мына жеріңіз ауырады, мына жерден мынадай ем алу керек, мынадай шара қолдану керек деп. Мына файл дәл сол сияқты сіздің қай пәннен ақсайтыныңызды, қай сұрақтан ақсайтыныңызды және не оқу керек екенін шығарып береді. Кеттік. Мына жерде қараңыздар. Мысалға біз биология, химия деп аламыз. Ең бірінші сіз тест тапсырасыз. Қазір матсауаттылықтан 3 балл алдыңыз, оқу сауаттылығынан 15 балл алдыңыз, Қазақстан тарихынан 3 балл, биологиядан 7 балл, химиядан 5 балл. Условно айттым. Общий сіздің балыңыз тең 33-ке. Енді сіз сіздің алғыңыз келетін балыңыз 120 балл. Қалған ұбт-ға қалған ай саны, ертең сіз кіретін уақытыңыз 10 ай қалды. Жалпы мына жерден қараңыздар. Матсауаттылықта 15 сұрақ бар. Оқу сауаттылықта 20 сұрақ бар. Қазақстан тарихынан 15 сұрақ бар. Таңдау пәнінде 45 балл бар. 35 сұрақтан. Общий сізге бұның барлығы 140-ті береді. Енді сұрақ, сіздер білген едіңіздер ме? Матсауаттылықтан 42 тақырып бар екенін, бірақ сізге небәрі 15 қана сұрағы келетінін. Түсіндіңіздер ме? 42 тақырып бар, 15 қана сұрақ келеді. Значит, сіздің бір балыңыз 3 балға пара-пар. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз сіз 3 тақырыпты оқысаңыз, сіз айта аласыз, точно мен 1 балл алдым деп. Яғни сіз егер 15-тен 15 маған керек емес, матсауаттылықтан мен 15-тен 13 алғым келеді десеңіз, осыған жеткізетін боласыз. Яғни 29 тақырыпқа білсеңіз жарайды сізге. Одан кейін Қазақстан тарихта ең көп тақырып саны 210 тақырып бар, оның небәрі 15 келеді. Түсіндіңіздер ме? Егер сіздер 15-тен 15 алғым келеді десеңіздер, мына 210-ның барлығын игеру керексіздер. А биологиядан 75, химиядан 66. Бұл кәдімгі біздің тест-центрдің соңғы көрсеткен мәліметі бойынша сайтында тұрған, сол бойынша алынған ақпараттар. Одан кейін сіздерге мына жерде шығарып береді оқу керек тақырыптар саны, және де бір айда қанша тақырып оқу керек, бір аптада қанша тақырып оқу керек деген сияқты. Одан кейін сіздерге осыны аптаға бөліп береді. Қалай? Мысалға былай. Бірінші апта сізге матсауаттылықтан жаңағы 120 балл алу үшін бірінші апта осыны оқу керек. Екінші апта мынаны оқу керек деген сияқты сізге бөліп береді. Аптаның әр күніне қарай сіз өзіңіз бөліп алып, біздің платформа арқылы өзіңіздің мына жерде тұрған тақырыптарыңызды ашып оқи бересіз спокойно. Одан кейін мамандықтар тізімі деген бар. Например, мына жерде 2021-дің статистикасы, алдағы уақытта 2023-тің, яғни осы жылғы проходной балл қанша болды, соны енгізетін боламыз. Мінекей, мамандықтар атауы, таңдау пәндері, қанша балмен грантқа түскен алдыңғы жылы, ауыл квотасымен қанша балмен түскен деген сияқты. Ал мына жерде оқытатын университеттері. Жалпы диагностика деген осы. Енді сіз сұрақ болуы мүмкін. Мына диагностикада мен сіздерде оқымаймын, но өтсем бола ма? Я, болады. Егер сіз осы диагностикадан өткіңіз келетін болса, біздің дайректке Ұлы Дала ұбт инстаграмына кіріп, өз номеріңізді қалдырыңыз, таңдау пәніңізді қалдырыңыз, мен диагностикадан тегін өткім келеді деп. Кім өткісі келеді, дайректке жазыңыздар. Сіздермен бірге болған Ұлы Дала ұбт Байсайлау ағай сәттілікте ұбт-дан 140-тан 140 жинадым деген күнде кездескенше аман сау болыңыздар.